Жақсы, енді практикасына кірсек, жайлап CSS деп мен Google'дасам, не деп шықты? Cascading Style Sheets. Ең бірінші шыққан сілтемені ашып көрейін. Енді мынау орысша сайт. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, қазақшаға аударып берем, қолымнан келгенше. Бірақ түсінікті деп ойлаймын. Осы жерден қарап отырып, жайлап синтаксисін үйренесіздер. Мысалға, мына суретте не көрсетілген? Ең бірінші тұратын нәрсе селектор, одан кейін блок ашылады. Блок, ерек жақшаны айтып тұрмын да, блок жабылады. Соның ортасындағы ережелер мына селекторға қатысты болады. Соған қолданылады. Мысалға, мен мұнда параграф жазып қойдым. Параграфқа CSS тақырыбына кіріспе дедім. Ол осылай болып тұр. Енді осыны сәл-сәл түрлендірейік. Түрлендірудегі мақсатымыз CSS-тің ең қарапайым синтаксисін үйрену. Мысалға, әуелі мына мәтіннің размерін үлкейтейік. Ол үшін мен мышканы оң жағымен басам. Просмотреть код деймін. Просмотреть код деймін да тауып алам. Мына біздің керек элементті ше. Ол мысалға HTML деп тұрса, ол дұрыс емес. Тура керегін тауып алам. Міне мышканың үстіне апарған кезде мына жақтан да жанып тұрады сол керек элемент. Көрдіңіздер, Енді мына жерге жазып бастаймын. Так, бізде текстті үлкейтетін CSS рулс қандай? Ол font size. Font sizeға 24 пиксель деп жазам. Үлкейді, мәтін текст үлкейді. Енді мысалға жазудың түсін көк қылып көрейік. Көк қылдым. Енді так, не істеймін? Мысалға ортаға қойғым келеді. Текст әлегін деймді, центр деймін. Ортаға тұра қалды. Жақсы, ортаға тұра қалды. Енді мынау мен браузерде черновик қылып жұмыс жасадым. Черновик ретінде жұмыс жасадым. Ол мына жерге ешқандай сақталған жоқ қой, ешқандай жазылған жоқ қой. Неге мен бұлай жасадым? Кейде новичоктар сәл бірдеңе түртеді, мына жерден сақтайды, браузерді обновить етеді. Мына жерге дұрыс шықпай қалады, мына жерден сәл бірдеңесін өзгертіп көреді, сақтайды, мына жерден обновить етеді. Олай уақыт көп кетеді да. Одан да осылай браузерде, мына DevTools-та черновик ретінде әуелі жұмыс істеп, тез-тез нәтижеге қол жеткізіп алу керек та. Сосын соны бүйтіп көшіріп аласыз да, копировать етіп, мына жерге қоя саласыз. Так, style деймін да, қойып жібердім. Істеп тұр. Енді обновить етіп көрем. CSS правилалар қабылданды. Енді әрі қарай не істеймін? Мысалға, менде осындай P деген көп болуы мүмкін. Барлығына да қатысты жаңағы CSS ережелер, жазудың размері үлкен, ортада тұр және түсі көк. Жақсы, өйткені мен мынаны copy-paste қылып бүкіл жерге жазып қойдым да, мына ережелерді. Егерде бір күні заказчик келіп маған айтса, Нұрлан, мынаның барлығын көк қылғаның не? Адам құсап қара қыл десе, мен не істеймін? Әрқайсысына келемді, қайтадан black деп жазып жүремін де, бүйтіп. Қайтадан жазып жүрем. Ол мені шаршатады және қателесіп кетуі мүмкін. Уақытымды алады. В общем, дұрыс подходы емес. Осылай уақыт құртпас үшін мына жерге біз style деп ашамыз тегті және соның ішіне жаңағы синтаксиске сай CSS правиланы бөлек шығарып жібереміз. Так, қайсысын қолданамыз? Параграфке қатысты қолданамыз. Жаздық параграф деп. Сосын блокты ашамыз. Енді мына блоктың ішіне не қоямын? Солардың барлығы осы беттегі P деген тектің барлығына қатысты болып шығады. Параграфке ше. Так, біреуін ғана аламды. Осы жерге қоям. Сосын мыналарды уже өшіре салам болады. Мынаны да өшіре салайын.
керек емес. Өйткені мен мына жерге П деп шығардым, демек ол сайттың бетіндегі бүкіл параграфқа қатысты. Тек нантты өшіре салдым, нантты өшірдім, нантты өшірдім. Сақтадым, браузерден қарайым. Қара болып қалды. Неге? Мен білек қылдым ғой. Так, қайттан blue қыла салайын ал. Эксперимент үшін. Барлығына қатысты болып тұр. Болды. Значит, былай жасаған дұрыс екен. Бір жерден ғана басқарасыз. Мысалға, фонд сайыз кішкене үлкейт десе, 30 дейсіз. Барлығына қатысты. Бір жерден басқарасыз, қателеспейсіз, жөндеу оңай. Жақсы, ең бірінші синтаксис осылай жеткілікті деп ойлаймын. Осыны асықпай қайта-қайта қайталап алсаңыздар болды. Сосын келесі сабаққа өте беріңіздер, кішкене CSS селекторлар туралы әңгіме қозғаймыз.